Ой бәрекелді. Ал онда жақсылап тұрып суретке түсіп алайық. Жақындайық, құрметті ағайындар. Ой, рахмет. Show
Sizi acıtıp kızılamam. Andalarım çok, bundalarım çok. Sizi acıtıp kızılamam. Almancıda çok, Aslanada çok. Sizi acıtıp kızılamam. Aklımda çok, şualarda çok. Sizi acıtıp kızılamam. Ой, рахмет. Қошемет деп қояйық мына кішкентай бүлдіршіндерге шапалақтарыңызды аямаңыздар. Азаматшалар болсын деп бір шапалақтап қояйықшы осы жерде. Үлкен сахналарда көретін өнер иелеріне айналсын деп бір шапалақтап қояйық ағайындар. Абай аға, ақшаңыз таусып қалды ма? Кімге беріп, кімге қойғанын адам түсінбей жатыр бірақ шынымен. Өзіңіз шатасып кетпей жақсы тұрған. Қошеметтеп қояйық немерелеріне. Ал енді бір тілек қалған екен. Содан кейін дастарханнан тұрамыз, құрметті ағайын. Достары, класстастар қауымына бір шапалақтап қояйық. Достарым, асыл аяулым, сендерсіз өмір мәнді ме? Көтеріп достық жалауын, жүрейік бірге, мәңгіге деп. Аяулы ардақты класстастар қауымы осы жерде Мағрипа апамызға және Нұржамал апамыз және де қалып қойған тағы басқа да класстастар болса, ортаға шығып бір көңілдірек билеп аламыз. Класстастар, шапалақтайда! Билеп көйнейік! Қайда суаттан бір мұдақтан Ой, рахмет, класстастарға бір қошеметтеп шапалақ қояйық. Ал енді тілектеріңізді артына жіберсеңіздер. Мен өзімнен танысқан өтейін. Сайынып абаймен 10 жыл бірге оқып, қаминда үшеуміз бір көстік. Енді мынау мен өзімнің өмір өткендерді қызықты белескенін ескелі. Балам, нұрлан орысына. Ал енді, құрметті ағайындар, қадірменді тойшы қауым, Сайыновтар әулетінің қуанышы құтты болсын. Бұл өмір, бұл шындық. Ең әуелі өзімді таныстырып өтейін. Мен Жұмашева Мағрипа, Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Аққозы деген шағын ауылда Сайынып абаймен 10 жыл бірге қамида үшеуміз бірге өстік. Осы достарымен бірге өткізген балғын балалық шағымызбен жалындаған жастық шағымыздың кезеңдерін бір кинодағыдай көз алдымнан тізбектеп өткізгенімді баяндап кетейін. Біздің уақытымыздағы өскелең ұрпақ үлкенге құрмет, кішіге ізеттілікті,
достыққа деген құрметті жоғары бағалайтын. Әрине, бізде бала болғанбыз дегендей, Хамидамен көрші тұрып, ойыншықты бірге ойнап, балғын балалық шағымызбен балауса бой жеткен қыз кезімізде сырласып, сол кезеңдерді өте қызықты өткізген достар едік. Қайран жастық шақ. Мен Абайдың әкесі Сайын ағаймен жұмыстас болдым. Сол уақытта Сайын ағам, қызым мына Кенжеғұлдың қызын Абайға жақындатсайшы деп өтініш білдірді. Ал мен болсам қалай жақындатам деп бұлданып қоямын. Бірақ ішімнен Абай сөз салса Хамида тыңдар деген менің сенімді ойым болды. Сөйтіп Абай музыкальный училищені бітіріп армияға барып келіп консерваторияға түсті. Сол уақытта каникулға келген кездерде жиын тойда бірге болушы едік. Хамида екеуміздің бір-бірімізді сыйлайтынымыз соншалықты еді. Олай дейтінім себебім Абай осы Хамидаға өз сезімін білдіріп, сөз айтқанда менімен ақылдасып еді. Сол уақытта жанашырлық ақылымды айтып, анау жалғыз інің Болатқа қамқорлық жасауым керек. Абай жезде аға орнына ағалық қамқорлық жасай алады дедім. Оған қоса Сайын ағамның маған айтқан өтінішін орындау мақсатында солай болғанын құптадым. Хамида осы айтқанымды рас деп жұртқа жария етіп айтшы. Рас деп атыр. Алпы қошеметтеп қояқшы ағайындар. Ал менің подружкам ең әдемі, елге сүйкімді қыз болған. Сөйтіп Абай өкінбесен деген өлеңімен Хамиданың жүрегін жаулап алып, менің Хамидама Абайдың қолы жетті қойды. 1980 жыл Совет заманы Москвада Олимпиада болған жылы жаз айында мен дәнекер болып, өздері бір-біріне ұнаған соң бас қосты ғой. Қыз ұзату тойын менің ағам Қалдыбай басқарып той тамаша өтті. Міне, сөйткен Абай мен Хамида бүгінде үлгілі жанұя. Ал Абайдың анасы Зәуре апай бізге ең алғашқы әліппені үйретіп, 1-ші класстан 3-ші классқа дейін білім нәрімен сусындатқан ұстазымыз. Ең қысқасы Абай үлгілі, халыққа сыйлы, отбасынан шыққан азамат, мужик. Ал Хамида подружкам болса, оның әкесі Кенжеғұл, менің әкем Жұмашпен құрдас еді. Әкесі Кенжеғұл мен анасы қымбат қарапайым болса да, олар да елге сыйлы жандар болды. Хамида да сыйлы да, үлгілі де семьядан шыққан қыз. Ал менің ата-анам Сайын ағай мен Зәуре апаймен араласып талай дастархандас болған. Сайын ағай мен менің анам нағашы деп әзілдесетін. Сол қонаққа барған кезде мен де барып еріп барушы едім. Абай тентек соқтау әжесінің ерке немересі болып өсті. Сол ерке тентек мінезін байқаған менің анам Сайын осы тентектігінен түбінде бірдеңе шығады. Бұл балаң тентек болса да, есті тентек деуші еді. Сол менің анамның бала болашағын болжап айтқаныңның келгеніне мен қайран қалдым. Міне сол ерке болып өскен Абай үлкен әулетке ие, ардақты әке, әрі ата, бауырға, туған туысқа қамқор бола білген елге сыйлы азамат. Хамида досымның осындай жар тапқанына мен өте қуаныштымын. Абай сонымен бірге өте өнерлі болды. Біздің уақытта баянмен әртүрлі әуен тартып, мектептегі елка болсын, әртүрлі мерекелік іс-шараларда сол Абай тартқан әуенмен би билеп, өлең айтып, ержетіп өстік. Бұл да біз үшін қызықты ұмытылмас шақтар. Қазір сол уақытты сағынышпен еске аламыз. Содан кейін барлығымыз өз өмір жолымызбен әр қалада білім алып, семья құрып, бала шағалы, немерелі болып өмір кешіп жатырмыз. Бұл да болса Алланың бергеніне шүкір. Өмір өзен, сол өзен ағысымен өмірдің қалай зулап өткенінде адам баласы сезбей қалады екен. Мен үшін Абай мен Хамиданы сол 1980 жылы бас қосқандағыдай сол әдемі жап-жас қалпында елестетемін. Сол тойда Аманжол аға басқа нағашылары қуанып теледидар сыйлағанында есімде. Абай өнерлі болғанының арқасында қазіргі таңда үлкен абыройға ие болды. Абай мен Хамиданың жанұя құрғандарына биыл 40 жыл болады. Қошеметтеп қояйық ағайындар.
сол 40 жылдық жанұялық өмірлерімен өздерін дүниеге келтірген ұрпақтарыңның қызығын көріңдер. Қазақ айтады ғой, әкеден қадір, шешеден мейір, баладан қайыр болсын деп. Сол айтқандай, Абай, сен болсаң балдарыңа қадір әкесің. Хамида, сен мейірімді анасың. Алтын алқа иесі болдың. Ал балдарың өздеріңе жанашыр, ата-ананың еңбегін бағалайтын қайырымды ұрпақ болсын. Әрине, бұдан асқан адам баласына бақыт бар ма? Достарым, мен сіздермен мақтанамын, сендерді жақсы көремін. Абай зейнеткерлік, пайғамбарлық жасың құтты болсын. Ең бірінші сендерге де, тойшы қауымға да зор денсаулық тілеймін. Екеуің қалған өмірлерінде қол ұстасып бір жастықты әдемі қартайыңдар, Алланың берген жасын жасаңдар. Екеуіңнің 50 жылдық алтын тойларында кездесуге Алла нәсіп етсін. Менің достық көңілім әуелде қалай болды, сол қалпында. Сендердің орындарың мен үшін бөлек. Ағайын, елімізде бейбітшілік, тыныш өмір болып, халқымыз бақытты болсын. Оралдан ең жақын досың деп әдейі шақырғандарына өте қатты ризамын. Қуанышқа ұласып, барлығымыз ұрпағымыздың қызығына тойлап жүре берейік. Абай, сенен өтініш, Хамидаға айтқан өкінбесен деген өлеңіңді шырқап берші. Шын ықыласпен, шын пейілмен тілек білдіруші достарың Жұмашева Мағрипа, балам Әділ, келінім Сағира, немерем Ануар, Арнур. Орал қаласы 8 ақпан 2020 жыл. Қошеметтеп қояйық. Шапалақтарыңызды аямаңыздар, құрметті ағайындар. Кәне хаттырақ. Кәне хаттырақ шапалақ бірге. Қошемет. Құрметті қойшы халық, мен өзімді таныстырып өтейін енді. Менің атым Нұржамал. Хамидамен 1-ші кластан бастап бірге оқыдық. Мен Хамиданың кластасым. Шынында да балалық шағымыз бірге өтті. Мен жаңағыдай Мағрипа айтып кетті көп нәрсені. Қосыламын. Көбі дұрыс нәрсе, шын нәрсе, ақиқат нәрсе. Ал енді балалық шаққа көз жүгіртсек, балалық кезімізде біздің ол кезде қазіргідей аяқ киім, гамаш, трико, қазір киімнің неше түрлісі бар. Ол кезде біздер гамаш дегенге зар болатынбыз. Содан менің есімде жаңағы анамыз фуфайка шалбар тігіп беріп, фуфайка сырып бейтіп. Соны киіміз, аяққа киетін етікте жоқ, керзі етікті киіп аламыз да, сонымен қыс бойына мектептен ауылға жеткенше осы Хамида бәріміз мектептен бірге қайтамыз. Содан жаңағы сумканы астымызға салып алып, сырғанақ тебеміз. Ол балалық шақ. Одан кейін бой жеттік, ер жеттік деген сияқты. Осы жігіттер қыздарға сөз айтады деп, сондай бір әңгімелер еститедік мектепте жүргенде. Міне енді мектепте басталған махаббат бүгінгіні өздеріңіз көріп отырғандай, өздеріңіз куә болып отырғандай 40 жыл отбасына, 40 жыл өмір жолында бірге жүріп, қол ұстасып, 40 жыл бойына бірін-бірі деген махаббаты таусылмай, сүйіспеншілігі таусылмай, міне осындай үлгілі отбасы болып отырған біздің Аққозы ауылының жастары осындай болғанына қатты мақтаныштамын. Мақтаныштан төбе көкке жетіп отыр. Өйткені осы Абай мен Хамиданы мен 97-де Ақтөбеге көшіп келдім. Негізі мен жолдасымен Хромтау ауданында тұрдық. Содан осында көшіп келген кезде 1992-ден 2002-нің аралығында көргенде осы қарапайым киімде екеуі де. Ауылда көргендегі де ешқандай жаңағы жетістігіне масайрап,
жаңағы аяқтарын әрең көтеріп жүретін талай адамдарды, талай ауылдастарды, талай құрдастарды көріп жүрмін. Бірақ Абай мен Хамиданың балалық кезде, жастық кезде қалай қарапайым күйінде болды, сол қарапайым күйінде қалғанына мен дән ризамын. Енді жаңа Абайдың әріптестері, жымдастары бәрі айтып жатыр, қандай жетістікке жетті, өзінің мамандығының иесі болды. Осы дүниенің бір кірпіші болып қаланып, сол кірпіш ретінде орнын тауып, сол орнында үлкен жетістіктерге жетіп, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп ұстаздық етіп, бүгінгі күнге мынандай үлкен мәртебеге жеткеніне тағы да әрі қуанышты екенімді, әрі мақтанатынымды жеткізгім келеді. Бұл жетістіктің бәрі жай келмейді. Өйткені о баста фундамент салған кезде қандай тәрбие көрді, қандай ілім ілді отбасында, бұл соның нәтижесі деп санаймын. Хамида да мектепте жүргенде класқа ең байсалды, ең сабырлы, сондай бір адамның ең әдемі, дұрыс айтқан, ең әдемі кластағы қыз еді. Шынында да ол артық сөйлемейтін еді. Біздер қайта көп сөйлейтін едік. Сондықтан мен жаңағы заңгер болып, адвокат болып жүрмін. Қазір көп сөйлеу керек қой. Енді айтайын дегенім, аз айт, көп айт. Мен кейде, біз класстастар кездескен кезде Абай мен Хамиданы үгетемін. Өйткені Абай мен Хамида бүгінгі заманауи отбасының үлгісі символы ретінде деп есептеймін. Өйткені олар 8 бала тәрбиеледі, өсірді, ұлды ұяға, қызды қияға қондырды. Одан кейін қазір немерелер, жиектер, бәрі бір құшығырып, міне көз алдарыңызда рақымыз куә болып отырсыздар. Абай, Хамида, мен сіздерге әрі қарай осылай сүйіспеншіліктеріңіз, махаббаттарыңыз, адал махаббаттарыңыз таусылмасын. Әрқашанда осылай жұптарың жазылмай бірге жүріңдер. Ең алдымен Алла Тағала сіздерге денсаулық берсін, отбасында құт болсын, береке болсын, ырыздық болсын, әрқашанда ауызбіршілік болсын дейді. Өйткені ауызбіршілік болған жерде құт, береке де, дәулет те бәрі сол жерден табылады. Махаббат та сүйіспеншілікке. Сондықтан ойлаймын, сіздер айқай шығарып, дауысты көтеріп, менмен сынып, жаңағы көкірек көтеріп жатырған жоқсыздар. Сондықтан да міне отбасыларыңызда ауызбіршілік, ырызды, береке бәрі қонды деп санаймын. Және олар сіздерді тастамасын дейді. Ой, рахмет, құрметті апалар, тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын дейміз. Ал енді жақсылап тұрып суретке түсіп алайық. Ал енді суретке түсіп алсақ, жақсылап тұрып, орнымызға жайғасайық. Қазір би болады. Бірінші дастарханымыздың қайықтар өлетін келіндеріне бір шапалақтап, жақсылап тұрып, қабақ алдырсын. Алдыра беріңіздер қабақтан. Үлкендердің бас қабақтан алдыра. Официанттар көмектесе беріңіздер. Бақытты бол, ұлды бол, қызды бол, өмірлі шүбірлі бол. Sekildi
Қалаған болсақ, ал енді үлкен асымыздың ақ батасын беріп Al. Olay бүгінгі жалғасы өтіп, астың бағасын дастарханның берекелі болсын. Әр уақытта мол болсын, тойға жарысын, дастарханнан ас кетпесін, көңілдеріңнен сән кетпесін. Жамандық болса аз етпесін, жақсылық болсаған төрден өтіп кетпесін. Осындай бастарымыз той тұрғында қосыла беріп, әрқашан бізді ата бабамыздың әруағы сақтай берсін. Аумин. Тілегіңіз қабыл болсын. Жақсылап тұрып. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Хандар бейген көк шапан, билер бейген көк шапан дейді. Шапаныңыз тозса да өміріңіз тозбасын аға. Жапониядан арнайы тіктірілген. Кирма сиса да ки, симаса да ки дейді. Ал енді. Шайда сарқаны бар. Үлкендеріміз шайға, жастарымыз биге. Хоппа! Билеп жүріп шай ішейік, құрметті ағайындар. Қасымда жүр жастығымның жапырағаны арқаңда. Қасымда жүр көк